Осы ой жай жадыңызда жүрсін: қазақта мал өсірсең, қой өсір. Өнімі оның көл көсір деген нақыл сөз бар. Сонау атам заманнан бері айтылып келе жатқан бұл сөз тектен текке айтылмаған. Олай деуіміздің себебі, осы бір момақан жануардың адам баласы үшін берері өте көп. Оның етін тамаққа пайдалану бір басқа, денсаулық үшін көптеген пайдалы қасиеттері бар. Енді осы жағына тоқталайық. Бір қой терісі жел, құз бен қияң ауруына шалдыққандарға мыңда бір ем. Ол үшін семіз қойды бітеу сояды да ерменді қайнатып суын терінің ішіне құяды. Содан соң науқасты шешіндіріп 2-3 сағаттай сол терінің ішіне салады. Бұл теріге түсіру деп аталады. Кейіннен теріге түскен адамды жылы киіммен орау керек. Және науқастың ыстық сорпа ішіп 2-3 күн жақсылап күтінгені жөн. Баяғы заманда адамдар қазіргі полиартрит, остеохондроз сияқты аурулардан осылай емделген. 2 қойдың құйрығы жөтелді басып қақырықты түсіреді. Тұмаудан кейінгі созылмалы жөтелге құйрық майды ертіп ыстық сүтке қосып ішу керек. Сонымен бірге суық тиген сәбиді шомылдырған соң құйрық маймен денесін сыласа тәуір болып кетеді. Яғни балаларға суық тигенде олардың алқымын, табаны және алақанын құйрық маймен сыласа, суықтағаны тез басылады. 3 қойдың шуашы да ем. Шуашты алу үшін қойдың жабағы жүнін суға салып қайнату керек. Сосын қойдың шуашы да ем. Шуашты алу үшін қойдың жабағы жүнін суға салып қайнату керек. Сосын жүнді сығып, суын бірнеше рет сүзгіден өткізген соң шыны ыдысқа құяды. Кейін оны қайнату керек. Әбден қоймалжың тартқан кезде суытып, дәрі ретінде пайдалануға болады. Айтпақшы, кейде адамның қолы жарылып кететіні бар. Міне, ондайда күн сайын шуашты ысытып, дәкеге құйып, ауырған жерге таңу қажет. Және шуашты жылқының еріген майына араластырып, отқа немесе күнге қыздырып, ауырған жерге жағады. Буынның жел, құздан болатын ісігіне де шуашты ысытып, дәкеге құйып, ауырған жерге таңады. Күн сайын қайталанады. 4 қойдың жынын буы мен тізе сырқырап қақсағанда да қолданады. Ал қойдың өкпесі жөтелді тоқтатып, несеп жолының жұмысын реттейді, ісікті қайтарады. Егер қойдың өкпесін тілгілеп, сірке суы қосылған суға қайнатып, күн сайын 2-3 тілімнен жеп жүрсе, қақырықты түсіріп, өкпесін басады.